Сәлем достар, бүгін клубника в шоколаде жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен осындай ірі клубникаларды аламыз. Сосын бельгийский шоколад, калебаут өте дәмді, жақсы шығады. Ең алдымен осы клубникаларымызды жақсылап салқын суда жуып аламыз. Оларды жеке-жеке құрғақ салфеткаға орналастырып, кейін жеке-жеке құрғақ салфеткамен сүртіп шығатын боламыз. Артық қоқымдарын алып, құрғақ суын кептіріп аламыз. Осылай клубникаларын дайындап алдым. Одан кейін осында бельгийский шоколадымды микроволновкада жартылай еріттім. Бір 10 секундта ерітіп, жартысын осылай араластыратын боламыз. Сол кезде температурасы нормальный күйге түседі. Осылай таяқшаға клубникамызды қыстырып алып, шоколадқа малаймыз. Артық шоколадты сілкіп тастаймыз. Көріп отқандарыңыздай, менің шоколадтарым уже кеуіп жатыр, бір жағынан көрдіңіздер ме? Бұл дегеніміз шоколадтың температурасы жақсы, яғни клубника шоколад істеуге дайын. Келесі артық қалған шоколадтың бәрін осындай пакетке сап аламыз. Одан кейін клубниканың бетін оформление жасап шығамыз. Барлығына қанша шоколад қалды, соның барлығын жасап шықсаңыздар болады. Басқа да сублимированный ягодалармен, жылтырақтармен әсемдеуге болады. Менде ондай артық нәрселер жоқ, тек шоколадпен оформление жасадым. Көріп отқандарыңыздай, клубника в шоколаде дайын.